Мешітте тұратын Нұрлан имам үйлі болды. Біраз уақыт бұрын әлеуметтік желіде танымал имам, дінтанушы Нұрлан Байжігітұлының жеке үйі жоғы жайлы ақпарат тараған болатын. Көпшілікке тіктік әлеуметтік желісі арқылы танылған имам Нұрлан Байжігітұлы үйлі болып, жаңа қонысқа көшіпті. Біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, имамның жаңалығына өз тілектеріңізді лебіз тақтасына жазып кетіңіздер. Видеоның соңында Нұрлан имамға қатысты жаңа үйінен бөлек тағы бір керемет жаңалықты жеткізетін боламыз. Ал күні кеше Ләйлә Сұлтанқызы имамның жаңа қонысына барып, шашу шашты. Бұл жайлы журналист-блогер өзінің Instagram парақшасында видео және жазба жариялады. Видеодан Ләйлә Сұлтанқызының Нұрлан имамның үйіне шашумен кіргенін көруге болады. Желі қолданушылары Нұрлан имамның бұл жаңалығына қуанышты екенін жарыса жазды. Ләйлә Сұлтанқызының өзі Нұрлан имамның үйіне шашу. Қоныс құтты болсын. Үйіңіз берекелі болсын деп ақжарма тілегін жеткізіпті. Әлеуметтік желіде өзінің стилі бар уағызшы имамды құттықтаған жұрттың жылы лебіздері көбейген үстіне көбейіп жатыр. Үйі жоқ деп еді, жақсы болған екен, құтты болсын. Берекелді шаңырақ болсын, қоныс құтты болсын, іші жанға, сырты малға толсын. Шын жүректен қуаныштымын, керемет жаңалық, қоныс құтты болсын. Өзім үй алғандай қуанып отырмын деген сарындағы пікірлер көп. Бұған дейін ол мешітте тұратынын айтқан еді. Ел бар, халық бар. Халық молданы асыраған. Үйім жоқ. Бала шағамен мешіттің ішінде тұрамын. Балаларым қоғамдық көлікпен қатынап оқиды. Үй беремін дегендер болды. Оны қабыл алмадым. Себебі оның ар жағында мүдде бар. Мен жобаның проектісі болғым келмейді деген болатын имам Нұрлан Байжігітұлы. Нұрлан имамның өмірінде тағы бір қуанышты жағдайды ғаламтор беттері жарыса жазуда. Freedom Star Kazakhstan іс-шарасында елге танымал имам Нұрлан Байжігітұлы жыл адамы атанды. Имамға жыл адамы жүлдесі Алматыдағы арнайы іс-шарада табысталды. Freedom Star Kazakhstan инфлюенсерлерге берілетін жүлде. Бұл жолы іс-шараға Қазақстанның түкпір-түкпірінен 500-ге жуық блогер қатысқан. Блогерлерге жүлде бизнес, travel, sport, family, beauty, stand-up, food, entertainment, kind heart, newsmaker және басқа да номинациялар бойынша берілді. Бұл жаңалықта имамның тұрақты тыңдармандары тарапынан жылы қабылданатыны сөзсіз. Әлеуметтік желіде тез танымал болған имамның қазақылығы, басқа молдалардай қатып қалған образды ұстанбай әзілдеп, жеңіл тілмен жеткізетін стилі, арабизациядан ада тілдік ерекшелігі де көрерменге ұнаған сыңайлы. Ендеше, ел тыңдаған имамның жетістіктері құтты болсын дей отырып, алдағы күндерде де имамның ақ жолдан таймай жүруіне тілектестік білдіреміз. Ал, сіз не айтасыз?